Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 6 бөлім қоршаған орта және энергия ресурстары. Сабағымыздың тақырыбы қоршаған ортадағы энергия ресурстары. Оқу мақсаты тақырыбы ұқсас ғылыми және публистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдау. Бақ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау. Сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және айқындауыш мүшелерді қолдана білу. Оқылым мәтіні. Энергия қорлары. Энергия қорларын үнемдеу 21 ғасырдың аса маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Бүгінде әлемнің өнеркәсібі дамыған барлық мемлекетінде энергия үнемдеу мәселелері қарқынды шешілуде. Зерттеулерге сүйенсек, Қазақстанның жалпы су әлеуеті жылына 170 миллиард киловольт сағатқа жетеді екен. Географиялық орналасу жағынан Қазақстанның жел энергетикалық әлеуеті де жоғары. Жылына 0,929-дан 1,182 миллиард киловольт сағатқа жетеді. Біріккен ұлттар ұйымының жел энергетикасы бойынша даму бағдарламасы аясында жүргізілген зерттеулері Қазақстанның бірқатар өңірінде 50 мың шаршы метрге тарта аумақта желдің жылдамдығы 6 метр секундтан асатынын дәлелдеп берді. Жалпы дәстүрлі емес жел энергиясының келешегі зор, экологиялық жағынан таза, қоры еш уақытта сарқылмайтын, арзан әрі тиімді. Желді адамдар ұзақ жыл бойы энергия көзі ретінде пайдаланып келді. Жел энергиясы арқылы желкенмен жүзген, дәнді дақыл өнімдерін ұнтақтау үшін жел диірменінен пайдаланған. Осыдан адамзат үшін жел энергиясының маңызы ешқашан жоғалмайтынын пайымдауға болады. Қазақстанның климаттық жағдайы күн энергиясын пайдалануға қолайлы болып табылады. Елімізде күн энергиясын өндіру мүмкіндігі жылына 2,5 миллиард киловольт сағатқа бағалануда. Қазақстанның солтүстік ендікте орналасқанына қарамастан, республика аумағында күн радиациясының әлеуеті өте жоғары. Сондай-ақ өңірде күн энергиясын электр қуатын өндіру үшін ғана емес, жылу алу үшін де пайдалануға болады. Ол үшін жылумен қамтамасыз етудің орталық жүйелеріне шалғай жатқан аудандарда күн қондырғылары орнатылуы тиіс. Жалпы қалпына келетін энергия көздерін пайдаланудың экономикалық тиімділігі де бар. Атап айтсақ, оны электр қуатын өндіру және жеткізу үшін қолдану арқылы Қазақстанның энергияға тапшы өңірлерінде үнемділікке қол жеткізуге болады. Сонымен қатар қайта қалпына келетін энергияға елдің шалғай өңірлерін дамытудың маңызды факторына айналмақ. Тілдік мақсаттағы сабағымыздың тақырыбы сөйлемнің айқындауыш мүшелері. Сөйлем ішіндегі бір сөзді не сөздерді басқа бір сөзден айқындап, дәлелдеп түсіндіріп тұрады. Ондай сөздерді айқындауыш мүше дейді. Айқындауыш мүшенің анықтауыштан өзгешелігі, анықтауыш анықталатын сөздің алдында тұрып, оның өзіне тән, басқа заттан ерекше сынын сапасын білдірсе, айқындауыш анықтайтын сөзінен кейін тұрып, көбінесе оның мәнін басқа сөздермен толықтырады, немесе қосымша көлденең сапасын көрсетеді. Оның үш түрі бар: қосалқы айқындауыш, қосарлы айқындауыш, оңашаланған айқындауыш. Қосалқы айқындауыш зат есімнің қосымша сыны ретінде жұмсалатын сөздер. Олар заттың қосымша сапасын білдіретіндіктен, анықтауыштардай олармен тығыз байланыста болмайды. Сондықтан олар айқындайтын сөздермен орын ауыстыра береді. Мысалы, Алпамыс батыр, Баян бәйбіше, Үсен ақсақал. Қосалқы айқындауыш айқындайтын сөзімен сөйлемнің біртұтас күрделі мүшесі болып жұмсалады. Қосарлы айқындауыш. Қосарлы айқындауыш деп анықтайтын сөзімен қосарлана жұмсалатын сөздерді айтамыз. Мысалы, телефон автомат, батыр ұшқыш, инженер технолог, тағы басқа сөздерді мысал келтіруге болады. Кері байланыс тапсырмасы 152 беттегі 6 тапсырма. Мұнда 2 тапсырма берілген, соның бірін орындау керек. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.